Кез келген жан сынай алады. Сыннан қорқудың негізгі белгілерін қарастырып көрелік. Кейбір жандар туыстары, достары және таныстарының ықпалына ұшырайтыны соншалық сыннан қорқып өздігінен шешім қабылдай алмайды. Көп адам өмірлік жар таңдауда, сауда жасағанда қателесіп, яки қандай да бір іске білек сыбанып кірісер алдында жаза басып сынға ұшыраймын деген үрейден өмір бойы бейшараның күйін кешіп өтеді. Миллиондаған адам сыннан қорқып, қол жетіп тұрған білімді алудан бас тартады. Сан мыңдаған адам қорқыныштан туысқандарының алдындағы міндет деген сөзді бетке ұстап, өмірінің тас-талқанын шығаруға жол береді. Туысқандардың алдындағы міндет жоспарының күлін көкке ұшырып, өз қалауынша өмір сүруіне бөгет болмауға тиіс. Жұрт кейде орайы келіп тұрған істің өзін жолы болмай қалып, сын астына қаламын деген қорқыныштың кесірінен бастамай жатады. Мұндай кезде туатын қорқыныш сезімі табысқа жету жолындағы арманнан да басым түседі. Көп адам таудай мақсатын алдына қоюдан бас тартады, немесе мансап жолын қуудан қашқақтайды. Себебі ондай жоғары мақсатты алдыңа қойма, адамдар сені жынды екен деп қалады деген туыссымақтар мен жалған достардың сөзіне ереді. Карнеги мырза жеке адамды жетістікке жеткізер философияны жазу үшін 20 жылымды сарп етуді сұрағанда, менің басыма алдымен адамдар не дер екен деген ой келді. Карнеги осы ұсынысты білдіру арқылы менің алдыма нақты мақсат қойған болатын. Алайда оң жауап берместен бұрын менің санамда сан алуан сылтау қылаң бере бастады. Оның бәрі сыннан қорыққаннан пайда болған еді. Ішімде әлде бір ой, бұл сенің қолыңнан келмейді. Бұл өте күрделі шаруа. Оған көп уақыт қажет. Туысқандарың не дейді? Қалай ақша тауып өмір сүрмексің? Осы уақытқа дейін еш адам табысқа жетудің философиясын жасап көрген жоқ. Неменеге сүйенбексің? Осындай биік мақсатқа қол созатындай сен кімсің? Сен жай бір адамсың. Философия жайында бөсетіндей ешбір білімің де жоқ. Жұрт сені жынды деп қалар. Бұндай істі қолға алған адам баласы жоқ қой, деп жанымды жегідей жегені әлі есімде. Осы және тағы да басқа сұрақтар санамда жарқ етіп, оларға көңіл бөлуімді талап еткендей болды. Кенет бар дүние маған қарап мазаққа айналдырғандай. Карнеги мырзаның ұсынысынан бас тартуым керек екенін айтып тұрғандай көрініп кетті. Амбиция мені жаулап алғанға дейін оны жоққа шығаратын мүмкіндік артығымен болды десем, өтірік айтқаным емес. Кейінірек миллиондаған адамды зерттей жүріп, көп ойдың адам санасында енжар түрде пайда болатынын, ал олардың өміршең сипатқа енуі үшін нақты жоспарды дереу іске қосу керек екенін түсіндім. Сыннан қорқу арқылы сіз ешқашанда жоспар құрып, оны іске асыра алмайсыз. Сондықтан қорқыныш ойды басып жаншитын басты қарушы күш екенін қаперіңізге алғайсыз.